Ассалаумағалейкум қазақ елі, ағайындар, әріптестер, достар, баршаңызға күндеріңізге сәттілік тілейміз. Бүгін елордамызда үлкен конгресс-центр бар, сол жақта президент келіп үлкен бір шара өткізілді. Оның аты алтын сапа деп айтылады. Көптеген әрбір облыстан жеңімпаздар келіп, сол жақта президенттің алдында, үкімет мүшелерінің алдында өз марапаттарын алды. Бірақ сол жақта не дейді, фойесінде біздің бір ауыл бір өнім үлкен берекелі жобамыздың кішкене көрмесін ұйымдастырған болатынбыз. Ол көрме өте современный, креативный, өте жаңашыл, халықаралық деңгейде біздің өнімдерімізді ауыл шалғайдағы әйелі ханымдарымыз істеп жатқан өнімдерді сол жақта көрсеттік. Әп-әдемі жасап, кәдімгі болашақта магазин дейді, болашақта шетелдік форматтағы үлкен магазиндерге ұқсастырып, сондай өнімдерімізді көрсеттік. Ол үлкен енді осы биылғы жылдың нәтижесі, үлкен жетістік. Оны осы кішкене ауылдағы жасап жатқан өнімді осы үлкен деңгейге көрсету. Бұл енді тренировка дейді, болашақта Құдай қаласа келесі жылда үлкен бір ниетіміз бар, үлкен бір жоспарымыз бар. Осы Астана, Алматы үлкен қалаларымызда туристер келетін, басқа көптеген азаматтар келетін біздің қалаларымызда мықты бір жақсы форматтағы магазин ұйымдастыру. Сондай форматпен бір кәдімгі бір репетиция болды. Соны сіздерге YouTube'да өзімнің ролигімде беремін. Суреттеріңізді көрсеңіздер болады. Сонымен бірге енді ертеңнен бастап Құдай қаласа әрбір өнімнің қазір дизайн, бренд дизайн, жаңашыл дизайн форматын жасап жатырмыз. Каталог жасап қойдық. Қазір орысшасы енді 3 тілде болады. Қазақша, орысша және ағылшын тілдерінде. Оны кәдімгі әлеуметтік желілерге немесе интернетке енгіземіз. Әрбір адам өзіне қажетті ақпаратты сол жақта ала алады. Қандай өнімдеріміз бар. Ол жақта барлық облыстар, барлық өңірлер қамтылған. Сонымен бірге енді сол каталогтың ішінде біздің өнімдер бойынша распаковка дейді ғой, әрбір өнімнің распаковкасын сіздердің алдарыңызда беретін боламын. Өте қызық, күтіңіздер, қараңыздар, өте мықты продукция, өте мықты өнімдерді алдарыңызда көрсететін боламыз. Күндеріңізге сәттілік, аман болыңыздар. Пока-пока.